Егер балаңыз әлі омырауда болса, жыламаса жата берсін деген қағидамен жатқызып қоймаңыз. Қозғалыс балалар үшін бұлшық еттердің дамуы ғана емес, сондай-ақ ақыл-ойдың да дамуы. Психологтар балалармен жаңа туылған кезінен бастап сөйлесіп, айналада болып жатқанның бәрін айтып түсіндіріп отыру керек дейді. Балаңыз жаңа жүре бастады, ал сіз жығылып соғылама деп уайымдайсыз. Балалар қалай дұрыс шығылу керектігін біліп туады. Өкінішке қарай, ата-аналар көмектесіп жатырмыз деген қате оймен енді аяқ басқан балаларының табиғатында бар бұл қасиетінің дұрыс дамуына кедергі келтіріп жатады. Аяғын енді басқан сәбиді үнемі қолтығынан демеу ата-ананың үлкен қателігі. Мұндай қателікке орын бергеннен гөрі балаңыз жығылғанда бір жерін қатты ауыртып алмауын қадағалағаныңыз абзал. Балаңыз өте қорқақ. Кез келген қатты дауыстарға елең ете қалады. Бейтаныс адамдарды жатырқайды. Мұндайда адамдар көп жиылған жерлерге жиі барған жөн. Бастапқыда балаңыз жатырқап жылағанмен уақыт өте көпшілікке үйреніп кетеді. Алғашқыда балаңызды адам аздау жерге апарудан бастағаныңыз дұрыс. Сондай-ақ абыр-дабыр шудың да бәсең болғаны жөн. Егер нәрестеңіз әлі де жасқа толмаған болса, оны құшағыңызға қысып ұстаңыз. Ал аяғын басқан бала болса, міндетті түрде қолынан қысып, жетектеп жүргеніңіз абзал. Анасының қолынан ұстап жүрген бала өзін қауіпсіз сезінеді. Осылайша балаңызды көпшілікке үйретіңіз. Бойын билеген қорқынышын сейілтіңіз. Балаңыз тынымсыз, көп қозғалады, бірақ тепе-теңдікті дұрыс сақтай алмайды. Мұндай жағдайда жаттығу арасында міндетті түрде тепе-теңдікті сақтауды үйрететін жаттығуларды арттырған жөн. Баланы үлкен топтарға отырғызып ойнатуда жақсы жаттығу болмақ. Сондай-ақ, қыдыруға шыққанда балаңызды әткеншектерге жиі отырғызуға дағдыланыңыз. Спорттық үйірмелерге жаздырыңыз. Олардың кез келгені де баланың бойындағы үрейін жойып, жинақы болуына көп көмек болмақ. Бала тез шаршап қалады, ал жылағанда жұбату мүмкін емес. Мұндайда бассейннің немесе жылы суға шомылдырудың көмегі мол. Көптеген ата-аналар судың жақсы қасиетін біле бермейді. Су шаршауды басады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Сумен ауа температурасының айырмасы иммунитеттің көтерілуіне сеп болады. Мектепке дейінгі жастағы балаларда шаршау, ашу, қызбалық арқылы көрініс табады. Айталық, емшектегі баланы уақытында ұйықтатпаса, ол ұзақ уақыт жылап ұйықтамауы мүмкін. Сондай-ақ, күндізгі демалыс омыраудағы балаларға ғана емес, одан үлкендерге де керек. Егерде олар күндізгі ұйқыдан бас тартқан болса, күндізгі уақыттың 1-1,5 сағатын ойын тыныштандыратын, демалдыратын іспен айналдырған дұрыс. Бұл әрине теледидар мен компьютер емес. Арнама тіркеліп, пікір жазып, лайк баса кетуді ұмытпаңыз.